көрсетіп, екінші боксшыны қабыл алыңыздар. Біздің Бек Нұрмағанбет қазір шаршаланға шақырту алған сәт. Бекті ендеше осы бір кереметті әннің ырғағында бірге қарсы алайық. Мен қазақпын әлі. Міне нағыз қазақы болмыстың көрінісі болған батыр жігіттердің жанында Бек те шаршаланға шығатын болады. Мен қазақпын, мен әреген жүргегімде таныстым мұң тілімен. Жылағанда жүрегім күн тұталап, қуанғанда күлкімнен түн түрген. Руым көп солардың аттарындай, мінезім бар таулардың қатпарындай. Жырым бар бабалар хаттарындай, әжімім бар бейнеттің таттарындай. Қашан қазақ атандым мен азамдап, әлі күнге білмейсің ей адамзат. Адамзат есіміне береді бала жасың тұлпы тасты жыпыған кей азамат. Ару жолда мал терде бала белде, уайым түбі теңіз ғой бара берме. Жігер керек, жыр керек, жалау керек, қайрат түбі боп төгіл қарал елге. Бүгінде сен мен қазақпын, мұң тіреген, көк байрақтың бар, елім бар, жең бар. Бүгінде сен мен қазақпын, мұң тіреген, Құрметті ханымдар мен мырзалар, рингтің қызыл бұрышындағы боксшыны қысқада нұсқа таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. 2019 жылдың әуесқой бокстағы Азия чемпионы, еліміздің бірнеше дүркін чемпионы және де Қазақстан Республикасының халықаралық дәрежедегі спорт шебері, кәсіби рингте екі жекпе-жекті өткізген, екеуінде де нокаутпен жеңіске жеткен қазақ батыры Шыңғыс ханның жауынгері Бек Нұрмағанбет, Қазақстан! Мен қазақпын бір биік, елестің мен Европада, Азияда еместің мен аралы. Рингтегі рефери Кеңес одағының бокстан спорт шебері Мақсат Асанов. Кездесудің жобасы 3 минуттен 6 раунд. Формула боя 6 раундов по 3 минуты. Алты раундқа жалғасатын кездесу қазір басталады. Тағы да біздің боксшы, тағы да оның африкалық қарсыласы. Сіздердің назарларыңызда Эммануэль Дансо және Бек Нұрмағанбет арасындағы кездесу. Бек 22 жаста, Эммануэль 31 жаста. Эммануэльдің атағын айтып өттік. Африка чемпионы WBA тұжырымы бойынша. Алғашқы раундтың алғашқы соққысы жасалды. Әзірге қолғаптың сыртынан қайтты Бектің. Бұл әрекеті Бектің атақ дәрежесінде айтып өтейік. Осы ретте жаңа Эммануэль Дансоның Африка чемпионы деп айтып өттік қой, WBA тұжырымы бойынша. Бұл кәсіпқой бокс. Ал Бек Нұрмағанбеттің әуесқой бокстағы жетістігін айтып өтейік. 2019 жылғы Азия чемпионы. Және 2019 жылғы континент аралық турнирдің алтын медаль иегері. Сол секілді 2019 жылы Азия чемпионатында жеңіске жетті. Жаңа айттық, 81 келі салмақ дәрежесінде финалда Джон Нобелді тұтқан болатын, Джон Нобел Марвинді. Ал кәсіпқой бокстағы дебюттік кездесу Беларусь астанасы Минск қаласында 26 шілдеде осы 2020 жылы өтті. Және сол жекпе-жекте Томас Ласкиді өте тәжірибелі кәсіпқой рингте 43 жекпе-жек өткізген Томас Ласкиді жеңген болатын. Бек Нұрмағанбет бүгін енді осы жеңісті жолда жалғастыра түседі деп сенеміз. 6 раундтық кездесудің алғашқы раундың аяқталуына 1 минут 15 секунд уақыт бар. Ербол, қалай Бек? Бүгінгі жекпе-жекте тіркелмеген әлі, бүгінгі трансляциямызда тіркелмеген
бәлкім нокаут болмаса да бір нокдаун тіркейтін шығар. Айбек, я очень на это надеюсь, потому что многие телезрители наблюдают, конечно, за этими поединками. Они ждут, когда мы увидим нокдауны и нокауты. Конечно, казахстанские боксеры нас нисколечко не разочаровали сегодня, но, конечно, хотелось бы увидеть драйв в их исполнении, именно сильные удары, после которых соперники, приехавшие из других стран, оказывались на настиле ринга. Может быть, это сделает Бек Нурмагомедов, чемпион Азии прошлого года, на которого мало кто ставил. И вообще, после того, как первым номером в весе до 81 килограмма в любительской сборной Казахстана стал Бекзат Нурдаулетов, Бек решил перейти в профи. Он какое-то время находился в обойме национальной команды, с ним разговаривал главный тренер сборной Казахстана Галымбек Кинжибаев, как он рассказывал в своем интервью. Но все-таки Бек принял такое решение, перешел в профи, хотя сборная на него рассчитывала. Все-таки в этом весе хотелось Кинжибаеву видеть несколько равноценных боксеров, помимо Бекзада Нурдаулетова и Бека, в том числе Нурмагомедова, но молодой боксер, юное дарование, он решил поступить именно таким образом, перейти в профи, подписав соглашение. Вообще, очень многие боксеры, которые таких серьезных успехов не добились, но все равно они под прицелом, скажем так, на карандаше западных промоутеров, казахстанских промоутеров или промоутеров из стран СНГ, они всегда получают приглашение. Поэтому удержать их сложно. Бек решил не терять время, хотя можно было рискнуть, подождать и выступить на чемпионате мира, может быть, на следующей Олимпиаде, но возраст идет. Конечно, ветераном или ветераном нельзя назвать Бека, но он понимал, что спортивная карьера, она весьма такая короткая, и нужно брать сейчас, зарабатывать сейчас и развивать свою карьеру. Теперь уже в новой сфере, на профессиональном ринге. Соперник, конечно, у него довольно-таки мощный, бьющий. Посмотрите, как он бьет, пытается достать нашего боксера. Статистика, конечно, весьма неплохая. У Эммануэля Дансо 26 побед нокаутом, а всего 32 раза побеждал Эммануэль и 5 раз уступил. Я думаю, Беку, конечно, противостоит весьма серьезный противник, против которого будет сложно. Может быть, даже сложнее, чем в предыдущих поединках, но хотелось бы увидеть нокаут. Может быть, уже не в этом поединке. Все-таки соперник мощный, но недооценивать мы Бека точно не будем. 31 год Эммануэлю, в хорошем возрасте. Он находится, уроженец Акры, Гана. В прошлом году боксировал 26 декабря 2019 года и выиграл у своего соперника, а до этого уступил в России Умару Саламову, хозяину ринга. В Грозном проходил тот поединок. Весьма активен Эммануэль, пробует ближе подобраться к своему сопернику и встречает Бек Нурмагомедов. Конечно, опыта, наверное, пока немножко не хватает Нурмагомедову, тем более, что это, скажем так, новое что-то для него. И такие соперники, которые встречаются уже на раннем этапе карьеры, это хорошая школа для любого боксера, в том числе и Бека Нурмагомедова. Самое главное ему работать на ногах, потому что, сближаясь, он подвергает себя опасности. Все-таки мощный боксер, еще раз отмечу, перед ним, перед Беком Нурмагомедовым. И, как мы видим, он весьма осторожничает, закрывается и пытается подобраться к своему сопернику Беку Нурмагомедову. И когда есть возможность, он наносит точные удары, попадая в корпус и по печени. Поэтому, конечно, держаться нужно на расстоянии. Нурмагомедов, соперник весьма опасный. Это прекрасно понимает Нурмагомедов и его наставники, которые непосредственно к этому поединку его готовили.
На счету Бека 2 победы в 2 поединках и 1 победа нокаутом. Ватеров боксировал против Абдаллаха Шабани Пази 31 октября и одержал уверенную победу. И у Томаса Ласки выиграл в Минске 26 июля текущего года. То есть в этом году 3-й поединок Бек Нурмагомедов проводит. Это, конечно, хорошо, что в такое непростое время, во время пандемии, Бек Нурмагомедов стабильно проводит свои поединки, набираясь опыта. Потому что очень многие боксеры в этом году ни одного боя вообще не проводили. Это касается как зарубежных боксеров, так и казахстанцев. Посмотрите, вот в этом моменте, конечно, подвергался опасности Бек Нурмагомедов со стороны своего соперника, который прижал канатом своего оппонента и нанес парочку точных ударов. И эти удары были весьма и весьма болезненные и агрессивные, судя по видеоповтору. Ербол, енді осы ретте өзің біздің боксшылардың осындай қиын қыстау, пандемияның кезінде қарап қалмай жекпе-жекке шығып кәсіпқой рингте бір емес бірнеше жекпе-жек өткізіп жатқанын айтып отырсың ғой. Бұл ретте Сүлеймен промоушн ұйымының да осы бір жігіттерге осындай мүмкіндік беріп отқанын айтып өткен дұрыс шығар. Қазақ кәсіпқой боксын жаңа деңгейге көтеріп жүр. Құрылғанына көп болған жоқ, 2 жыл болды Сүлеймен промоушн. Но посмотри, какие у них боксеры. Весьма перспективные, как они сами отмечали в одном из своих видеороликов. Кроме Айдоса Ербаснулова, которого перспективно назвать уже нельзя, он уже опытный, ему 29 лет, зато есть такие парни, как Нурдаулетов, Нурмагомедов, Павлов, Семенов и остальные. Да, ты прав, они методично развивают карьеры этих боксеров, и уже завтра у Сүлеймен Промоушен вполне могут услышать и на Западе, в США, в Мекке профессионального бокса. Самое главное найти именно такой алмаз, который будет приносить победы и давать возможность зарабатывать. И тот боксер, который станет чемпионом мира, он, конечно, и себе даст возможность стать известным, и промоутером, который... Міне, дәл Сүлеймен промоушенның боксшылары әлем чемпионы атанып жатса, нұр үстіне нұр болар еді. Қазірдің өзінде аралық белдіктер жетіп артылады. Мысал үшін, бір ғана Айдос Ербосынұлының еншісінде қазір 3 белдік бар. WBA International, WBC Asia және WBO Global белдіктері бар. Сондай-ақ бүгін міне бұл белдіктермен ғана шектеліп қалып жатқан жоқ. Бар белдіктермен шектеліп қалып жатқан жоқ. Сүлеймен промоушн бір орында тұрақтап қалмай, тұралап қалмай, бүгін көшпенділер шайқасын кәсіпқой бокста тұңғыш рет ұйымдастырып, өткізіп, өте жоғары деңгейде. Ал бұл кештің ұйымдастыру Сүлеймен промоушн, ал қоюшы режиссері біздің бұрынғы әріптесіміз, ал біз бұрынғы хабарлық болмайды деп айтамыз. Қоюшы режиссері Батыр Исқақов біздің әріптесіміз, дәл осы кештің қоюшы режиссері. Міне қазір боксшылардың қай кезде шығып, қай кезде шаршаланға беттеу керек екен, кімнің кейін шаршаланға шығу керек екен, бәрін реттеп, осы жекпе-жектің кешінің кереметтей осы жоғары деңгейде өтуіне бірден бір атсалысып отырған Батырбек әріптесімізді бір жарайсың деп, бәрекелді десіп, есімін атап өтейік, жақсының жақсылығын айтып, ұртасысын дейді. Болар елдің балдары бірін-бірі батырым дейді. Міне сол батырымыздың бірі Батырбек Қатылбек. Ал шаршалаңдағы батырымыз бұл дәл қазір Бек Нурмагомедов. Сол секілді біз бұған дейін 3 жекпе-жектің куәсі болдық. Ол жекпе-жектерде Бекзат Нұрдаулетов, Евгений Павлов, Данила Семенов жеңіске жетті. Ал бір батырымыз Айдос Ербосынұлы осыдан кейін шаршалаңға шығатын болады. Және жігіттерді батырлардың болмысындай болған осы біздің жігіттер кәдімгі ірі денелі жауырындары тоқпақтай жігіттер шаршалаңға алып шығып отырған көріп отырсыздар. Жалпы міне қазақ боксшының, жалпы біздің қазақ халқының салт дәстүрін барлығын көрсетіп, ұлттық нақышта, ұлттық киімде
біздің ірі денелі жауырындары тоқпақтай, иықтары қықпақтай жігіттердің алып шығып жатқаны, ал біздің кәсіпқой рингтегі боксшыларымыздың бірінен соң бірін қалдырмай қарсыластар қоғыдай жапырып жеңіске жетіп жатуы, бұл да бір керемет көрініс, керемет сый бүгінгі біздің еліміздің, егемен еліміздің ұлық мерекесі, егемендігіміздің айғағы, тәуелсіздік күніндегі тамаша тарту хабар арнасының тікелей эфирінде өрбуде. Бек Нұрмағамбет және Эммануэль Дансо арасындағы кездесудің 4-ші раундының басталатын сәті, және Бек оң қолдың жібі арқылы қарсыластың қорғанысын тексеріп көруде. Эммануэль Дансо 31 жастағы боксшы, өте тәжірибелі. Дәл қазіргі таңдағы бұл боксшының құр қол емес, еншісінде WBA тұжырымы бойынша Африка чемпион деген белдігі бар. Бірақ бұл белдік сарапқа салынып жатқан жоқ. Чемпиондық белдік жалпы аралық белдік болсын, ол интерконтиненталь белдігі болсын, интернешнл белдігі болсын, Африка құрлығының чемпион деген белдік болсын, Азия құрлығының чемпиондық белдік. Бұл белдіктер 10 раундтық кездесулерде сарапқа салынады. Ал Бектің дәл қазір 10 раунд жекпе-жек өткізуге дайын екеніне күмәніміз жоқ, шүбә келтірмейміз, дегенмен де сәл-сәл ертерек шығар. Алдағы уақытта Бектің де біз 10 раундтық жекпе-жектерге шығатын сәтіне куә болармыз. Әзірге мен 3-ші жекпе-жегі, сондықтан 6 раундтарға пока әзірге осылай біраз тәжірибе жинап өткізу керек. Тәжірибе жинап болу керек, содан соң Бектің де былтыр ғана міне әуесқой бокста жүрген боксшы, бүгін биыл ғана ауысты өзі кәсіпқой боксқа, сондықтан асықпай арбамен қоян алған дұрыс. Төртінші раундтың аяқталуына 1 минут 15 секундтай уақыт бар. Бек қарсыласты міне шыр көбелек айналып, тексеріп көруде, біраз басында айналдырып жүргісі кеп тұрған шығар, осылайынан жан-жағынан шығып әйтеуір. Тамаша, керемет соққы, әттеген ай, міне нокдаун тіркеліп үлгеретін еді. Бір ғана соққы қазір қарсыластың тағдырын шешіп кететін еді. Әттең қас қағым сәт, міне уақытымыз жетпей қалды. Сонымен 5-ші раундқа да келіп жеттік.
Қарсыласты бір құлатса осы бек құлатады шығар. 5-ші раундта міне әрең жүрген секілді. Тәлтіректеп Эммануэль Дансоның билеп шыққан боксшы ғой. Билетіп жіберейін деп жатқан секілді бек. Міне бек, Дансо дегеннің өзі де бір. Осы бидің бір белгісіндей болып тұр. Ендеше билетіп жіберсек Дансоны сәні келетіндей. Тамаша қазір сериал соққылармен Бек Нұрмағанбет қарсыластың қорғаныстан саңылау таба білді. Міне оң жақ құлақ шекеден әдемі соққы тиді. Сәл-сәл шабуылға ынта-шынтасымен кірісіп кеткен Бек бұл жерде қарсыластың да соққысын ұмытып кеткен секілді соққы жасай алатынын. Осыны бапкерлер дер кезінде құлағына құйып үлгерді. Бек Нұрмағанбеттің Бек енді шегініп барып дартып үлгерді. Қазір қорғанысын мүлдем ашар емес. Тамаша қазір қорғанып жүріп, таяқ жеп жүр. Эммануэль Дансо. Бұл соққы қолғаптың сыртынан тиді. Сондықтан қарсыласқа қауіп төндіріп тұрған жоқ. 50 секундтай уақыт бар әлі. Егер қарсыласты бір нокдаунға жіберем деген, сұлатып салам деген ой болса, Бекке қазір осы ретте ертерек қимылдау керек. Әйтпесе жағдай гонг құтқарып қалады қарсыласты. Бекке қолыңды көтер деп айтып жатыр оның бапкерлері. Жоқ, бұл раундта да нокдаун көрмейтінсің айтылымыз. Қарсылас шаршады, әбден болдырды, біраз соққы жіберді. Бірақ Бек асығар емес. Бәлкім 6-шы раундта құлатармын деп жүрген шығар. Көрінген таудың алыстығы жоқ деп 6-шы раундта да үлгерем деп жүрген шығар. Әйтеуір бірақ 5-ші раундта міне құлатып салама дегеніміз қарсыласты. Жоқ, міне тағы да соңғы секундтарда алға ұмтылды, бірақ Соңғы 6-шы раунд. The last round, number 6. Соңғы раундқа да келіп жеттік. Бек Нұрмағанбет, Эммануэль Дансо. WBA тұжырымы бойынша Африка чемпионы. Белдігінің иесі Эммануэль Дансо біздің Бек Нұрмағанбетке қарсы 6-шы раунд барысында міне шабуылға шығуға тырысқан. Бек бірақ оны қарсы ала білді. Бауырдан, бүйректен тамаша қазір соққы жасады. Тынысын тарылтатындай қарсыластың деміктіретіндей соққылар қазір осы белдің тұсынан, іштің қорғаныстың ашық қалған тұсынан өтті. Ал енді басқа да соққы жасауға болатындай 2 минут уақыт бар. Бек апперкот жасады. Бұл апперкот деген жеріне жеткен жоқ. Қарсылас шегініп барсып орында тұрып қалды. Бекке тағы да қарқынды өте түсу керек. Бауырға соққы жасатуға мүмкіндік берер емес.
1,5 минут уақыт бар, Ербол. Нокдаунға әні міне кететіндей болып жүр Эммануэль Дансо. Бір құлар емес, бір соққыны жақсы қабылдайды екен, Эммануэль Дансо. Әлде Бек тәжірибесі жетпей тұр ма? На месте рефери я бы остановил поединок, потому что, судя по реакции Эммануэля, мы видим, что он уже не готов боксировать, он еле держится на ногах, поэтому смысла в проведении 6-го раунда я не вижу, и вполне можно было завершить поединок. Все-таки Бек Нурмагомед изрядно, скажем так, избил своего соперника. Да, наверное, не было нокаута, но все-таки Эммануэль получил прилично в этом противостоянии, поэтому вполне можно было поединок остановить. Он не готов продолжать бой, он пропускает большое количество ударов. И, как мы видим, судья пытается успокоить Эммануэля, и сам боксер из Африки не готов продолжать поединок, поэтому все-таки стоит бой остановить. Да, он, конечно, пытается этому противиться и говорит, что готов, но, как мы видим, пропустил приличное. Поэтому Беку вполне можно было просто добить парочкой ударов, нанести хорошие удары своему сопернику, чтобы тот уже не смог поединок продолжать и даже, скажем так, не рыпался. Потому что отчаянно действует на ринге Эммануэль, он все-таки пропустил прилично и продолжать. Да, конечно, он говорит, что готов продолжать, и это мы слышим прекрасно. Но нужно послушать рефери на ринге, все-таки тому виднее, и со стороны виднее. Бек просто будет добивать своего соперника в оставшуюся минуту. Обижаться, конечно, Эммануэлю не стоит, да, он готов продолжать поединок. Это, наверное, характер, это сила воли. Но нужно думать и о собственном здоровье. Слишком долго спорит Эммануэль с казахстанским рефери. Но все-таки Бек Нурмагомед был лучше. Даже если бы продолжил бы Эммануэль поединок, он точно не смог бы нокаутировать или выиграть по очкам. Потому что в этом противостоянии лучшим был именно Бек Нурмагомед, который одерживает свою 3-ю победу, с чем мы вас и поздравляем. Это 4-я победа в рамках сегодняшнего боксерского вечера в городе Нур-Султан. И, наконец, поединок Айдос Ербосынова против Исаака Самира. Это главный бой в рамках профессионального вечера бокса в городе Нур-Султан во дворце спорта Жекпе-Жек имени Жаксыбека Шкемпюрова. И, конечно, недоволен Эммануэль Дансо, даже со своими секундантами, наставниками спорит, но нужно послушаться. Проиграл он, конечно, вчистую, скажем так. Да, в первом раунде весьма уверенно выглядел, во втором раунде, но затем уже начал сдавать. Эммануэль, и Бек спокойненько доминировал, наносил точные удары. Вот посмотрите, даже в этом случае мы видим, как Бек своей левой короной наносил точный поставленный удар, и Эммануэль с трудом, наверное, на ногах удержался, поэтому чистая победа. А я напомню, Айбек Абулшай и Ербол Каиров для вас комментируют эти бои. Совсем скоро главный бой в рамках этого вечера бокса Айдос Ербосынова, Исаак Самир. Я міне Айдос Ербосынұлы мен Исаак Самир арасындағы кездесудің басталар сәтіне де жақындап қалды. Оған дейін Бек Нурмагомед пен Эммануэль Дансо арасындағы кездесудің жеңімпазын анықтап алайық. Төрешілер кім мықтыны қазір бізге ресми түрде белгілеп беретін болады. Вот эти действия, конечно, они не красят Эммануэля Дансо, он проиграл вчистую, но со своим поражением не согласен. Даже если бы поединок бы продолжался, то по очкам было заметно, именно Бек должен был побеждать, но сейчас Эммануэль просто не согласен с этим. Я міне бізге бұл жерде Эммануэльдің мен жекпе-жекті жалғастыруға 6-шы раундтың 2-ші минутасы мен 33-ші секундасында техникалық нокаутпен жеңіске жеткен Шыңғыс ханның жауынгері
қазақ елінің батыры Бек Нұрмағамбет Қазақстан. Міне, төрешілер қазір Бек Нұрмағамбеттің бұл жеңісін техникалық нокаут деп ресми түрде рәсімдеген сәт. Ал Эммануэль Дансо қанша жерден бұл жеңілісін мойындасын, мойындамасын шашалаңда тәлтіректеп әрең жүр. Қалтақ-қалтақ етіп, аяқты әрең тұр. Не керек? Сен де дұрыс айттың, Ербол, дер кезінде төрешінің бұл жерде жекпе-жек тоқтату керек деп айтқаныңда дұрыс.